Сүргелең повесть екінші бөлім. Түн ортасында әлдебір бөгде дауыстан селк етіп оянып кеткен. Алғашында оның не екенін ұға алмай, жастықтан басын көтеріп сыртқа құлақ түрді. Сырнайлы уіл қарсы беттен қайталап естілді. Бұғы екен. Иттерден дыбыс жоқ. Соған қарағанда бұғы бұл тұстан біршама алыста секілді. Биылғы жылы бұғы даусын әлі естімеп еді. Мына Керней күзгі күйектің тұңғыш хабаршысы сияқты. Күйек басталса, Мәнжу тамырының аманаты биылша адыра қалғаны. Бұғылардың мүйізі сүйектеніп кетті. Мүйізі қатпай тұрып, күйек сойқанына есі бар бұғы түсе қоймайды. Ұйқысы шайдай ашылып, иығына қасқыр ішігін ілді де, етігін қоңылтаяқ киіп сыртқа шықты. Түннің салқын ызғары бетіне теуіп, бойын лезде сергітіп жіберді. Етігінің белтірі сетінеп жүреді, тілерсегінен жүгірген суық жел қара санын өрлей жөнелді. Дала сүттей жарық екен. Толған айдың төңірегінде түбіттей майда бұлттар шұбыртып жүр. Алпамсадай болып шөгіп жатқан Таймас құлағын тікірейтіп, орнынан маңғаз тұрды. Сырттан арсалаңдап келіп, иесінің қолын жалады. Тәйтәрі, сескеніп, қолын тартып алды. Ит атаулыны еркелетпеуші еді, мына бір жалбағай бәле қашанда жалбаңдап кеп жүргені. Жексізе де, шыбықпен қуаласа да, еркелеуін бір қойғыза алмаған. Мінезі аңшының итіне емес, ауылдың жабағы жүн жолдаяғына көбірек ұқсағандай. Көбелек қуалап, тышқан аулап кететін кездері де бар. Әйтеуір, ес қой дегенің болмаса, осы сырттаннан көріп жүрген пайдасы шамалы. Шүкіршілік, оған қарағанда Таймастың жөні бөлек. Былтыр жазда Кірекеймен бетпе-бет келіп қалғанда, өлім аузынан Таймас алып қалған. Аяқ артар жалғыз атын да ит құстан қорғағыштап жүретін осы төбет. Күреңі үй маңынан ұзаңқырап кетсе, қайырмалап қасынан шықпай қояды. Етігін тырпылдата сүйретіп бұлақ басына барды. Ит жалаған қолын жуып, аузын шайды. Жан-жақтан анталаған қалың самырсын түнере қарайып тұтасып тұр. Тас қамалдай мелшие сазарады. Олармен салыстырғанда өзінің мешел үйі бармақтай ғана екен. Жер болып жапырайып жатыр. Әнеу зәулім қарағайға осы жазда жасын түсіп, ақ жоңқасын шығарып пәршелеп кетіпті. Құдай сақтап, сол түні өзі үйде жоқ еді. Ақбаянның бауырындағы қақпандарды тексеріп, тау басындағы бір үңгірде түнеп қалған. Енді міне, 100 жылдық қарағайдан сүңгуірдей сымпиып сүрегі ғана қалыпты. Баяғыда Қараманның жастау кезінде осындай ағашқа түскен жасынның оты бүкіл орманды өртеп жібере жаздағаны есінде. Абырой болғанда ауыл азаматтары өртті ертерек байқап, жан алып, жан берісіп жүріп, әзер дегенде өшірген болатын. Онда ауа да желсіз тымық еді. Соңынан селдетіп жаңбыр жауып, ол да үлкен көмек етті. Ел басына ондай нәубетті енді қайтып жазбасын де. Әйтпесе, орман өртінен асқан қасірет жоқ бұл аймақта. Қараманның өз басы Құдайдан да, адамнан да, Алтай ормандарының амандығын тілеп, қашанда жаратқан иеге іштей жалбарынып сыйынып жүреді. Көңілі құлазып, көкірегі қаңсыған қу кеуектей дөңгірлеп бос қалыпты. Тамағын кенеп, қинала жөткірініп қойды. Кейде өстіп сең соққан балықтай сенделіп кететіні бар. Саңырау қайғы, соқыр намыс, жаман кеудені жегі құрттай әбден жеп бітірген секілді. Өлмеген соң амал жоқ, адам ондайға да көнеді екен. Әйтпесе жанды көлеңке болып жүре беруден бұның жалыққаны қашан. Өзі де Құдайдан ит тілеуін тілеп еді, тегі Құдай да адамдарды алалай ма, мұның тұзын көтермеді ғой. Сосынғысы бұл да бір атаның баласы екенін есіне алып тәубаға келген. Теңдікке тұрса да кемдікке тұра алмасын ұққан. Адамзаттың құны түгілі тышқақ лағын жоқтап, құлаққа құлақ, тұяққа тұяқ тесіп біреулер қызыл кеңірдек болысып жатады. Ендеше енеден екі туу жоқ. Бұл дағы белін шарт түйініп атқа қонған болатын. Содан бері мінекей күл шыққан жандай қағынан жерініп, тентіреп иен тауда жүргені. Аңшы тізеден шөпті кешіп, қалыңға бойлап атын болжады. Күрең жазған мимырттап, үй төңірегінен ұзай қоймапты. Қайтып келе жатқанда Мәнжудың тастап кеткен күбі толы спирті есіне түскен. Спиртті ойлап еді,
көңіліне аздаған шуақ жайылғандай болды. Бағана Байсал келген кезде неғып есінен шыға қалды екен. Таңсық сусын ғой, шалға ептеп дәм татқызып жібергені жөн еді. Бірер жәшік бал шелегі болғасын ба, Байсалдың үйінен боза әсте үзілмейтін. Сол құрғырға Қараманның аңсары пәлендей ауа бермесе де, шалмен кездескен сайын дәмін аздап татып жүр. Байқайды, сары суың әңгіме қыздырудың таптырмас дәнекері сияқты. Бұлар соның өзін дардай ғып малданып жүрсе, мына спирт дегенің лапылдаған өрт екен ғой. Күбінің тығынын тыңқ еткізіп суырып еді, өткір иіс бұрқ етіп мұрнын қапты. Қолы дірілдеп, сыздықтатып тостағанға жарым-жартылай құйған болды. Үйреніскен жау ғой, бұл жолы демін жинап, көзін тарс жұмып, жүрексінбей-ақ тартып жіберген. Аздан соң бүкіл денесі алаулап, бойы балбырап жүре берді. Тыңнан шабыт қосылғандай сезініп, не істерін білмей кілейіп аспандағы айға телмірді. Ай түбі шәлі жамылып тас төбеде найқалып тұр. Мұны мазақ еткендей жымың-жымың етеді. Көк жүзіне көз тіккен сайын мынау дүние аңшыға кереметтей жұмбақтана түсетіні бар. Ондайда көңіл көгін қайдағы бір әзәзіл түртпектеп, намысын қамшылайтын. Тұнжырап ойға батып, мынау ғаламның мәңгілігіне миы жетпей басы қататын. Сол мәңгіліктің аясындағы адам ғұмыры аққан жұлдыздай тым-тым келте екен-ау. Келте ғұмырда қуаныш пен қайғының, жақсы мен жаманның дәмін қоса қабат татырып, адамзатқа қу тірліктің тәттілігін ұқтырған табиғаттың құдіреті-ай десеңші. Әлгінде ғана бір үйір жылқы шауып өткендей із тастап, көк жүзінде құс жолы шаңытып жатыр. Шүйкедей созылған ешкінің ақталған түбітіне де құсайды. Кілкіп тұра қалған көктемнің селдір тұманына да құсайды. Осынау тұманытқан ұзын жолды жұлдыздың қалың шоғыры ма деп те шамалайды, бірақ оған көзі жетпейді. Шаңға балайын десе, ондай жағдайда баяғыда жел айдап сейілуі тиіс еді. Әйтеуір мен мұндалап сезімін қытықтаған бұл да бір мәңгілік жұмбақ болды. Терістікте жымың қағып жарқырап темір қазық тұр. Сүмпиіп көкжиекте сүмбіле шығып қалыпты. Мұның іздегені көгалдай мергеннің көк шақпағы еді, көзі жасаурап, қаншалықты сүзілгенімен оны табалмады. Сәлден соң көк жұлдыз да, көп жұлдыз да тұтасып, көз алды бұлың-бұлың бұлдырап жүре берді. Тағы да санасынан Талдыбұлақтағы әдемі күндері бірінен соң бірі тізіліп өтіп жатты. Адам дегенің қолда барда жақсының қадіріне жетпейтін сияқты, енді ойласа, сол күндердің қай-қайсысы да мұның ұмытылмас аяулы шағы екен-ау. Өмірінің тау суындай буырқанған адуынды кезеңі енді мәңгі қайталанбас балдан тәтті күндері сол Талдыбұлақтың бойында қалыпты. Байқаса, көңілдің көк бұлбұлы баяғыда ұшып кеткен секілді. Қайта айналып сол бұлбұл кеудесіне енді сірә қонар ма? Келмеске кеткен алтындай асыл күндер-ай десеңші. Алтын дейді-ау, Қараманның керегесін кертіп, шаңырағын ортасына түсірген көлденең қырсыққа дәл осы алтын себеп болғанды. Ит тойған жеріне қайыра бір соғуы тиіс деген үмітпен баспалап аңдып, Талдыбұлаққа талай рет барып та қайтты. Ол да бір қара судан қаймақ алған сұмырай екен, бұлақ басындағы баяғы оқиғадан кейін қайтып төбе көрсетпей қойған. Өзіне де бір тықырдың таянғанын сезген болар, әйтеуір бұл өңірден үшті күйлі жоғалып тынды. Талдыбұлаққа бір барғанында Қараманның жазым бола жаздағаны да бар. Құдай сақтап, сол жолы бір ажалдан аман қалды. Бірақ ол оқиғаға Ерофейдің қатысы жоқ секілді. Тайганың ішке бүккен көп сұмдығының бірі ме дейді. Ұмытпаса, 5 қонақтың кезі болатын. Қырдың 3 қызылының беті қайтып, жауырынды күн сипап, көктем иісі сезіле бастаған шақ еді. Жазатырдан ертелетіп шаңғымен шығып, күні бойы дамылсыз жүріп отырып, қызыл іңірде Талдыбұлақтың жотасына құлаған. Бұлақтың бойымен өрмелей, әдетінше аңғардың терістік желкесімен жылжып, сырттай болжап келе жатты. Бұлақ үстінде қалықтаған жеңіл бу сай табанын ашып көрсетпесе де, бұл жаққа адам ізі түспегені байқалып тұрды. Төңірек батар күн алдындағы тыныштыққа ұйып, ауа шытқылдана бастады. Қараман жау жоқта жау сағынып келсе де, манаураған табиғат
бұл жерде ешқандай қауіп-қатердің жоқтығын сездіргендей еді. Нешеме жыл өзі мекен еткен ауыз үй де селдір тұман астарынан нобай берді. Маңайын адам баспаған соң белуардан қарға малтығып, тасбақадай тарбиып қалыпты. Бұлақ бойынан ешқандай ізді байқай алмағасын, алып ұшқан көңілі тағы да жүдеп салды. Үмітін үзіп, бұрыла бергені сол еді, тымық дүниені дүр сілкіндіріп, тарс етіп мылтық атылды. Не екенін ойлап үлгермесе де, жалма-жан қар үстіне домалай кетті. Сүтпен еніп, сүйекке сіңген аңшылық түйсігі бұл жолы да қапы қалдырмапты. Іле атылған екінші оқ басынан зырқырап өтіп, шың етіп анадай жердегі қарағайға қадалды. Жан бермек оңай ма? Шаңғысын бауырына алып, көбік қарды бұрқыратып, жотаның қарсы қабағына аунап түсті. Сол екі арада тағы бір рет мылтықтың даусы шыққан. Қауіпсіз тасаға ауысқан соң шаңғысын ағытып, қол аяғын қимылдатып көрді. Оқ дарымаған сияқты. Өрекпіген жүрегін, алқынған өкпесін баса алмай, жентектеп қар шайнап түкіріп тастады. Иығындағы мылтығын шешіп, қарын сүртті. Сосын баспалай жылжып, әріректе жапырайған аршаның түбін паналады. Мылтықтың жарқ еткен тұсын екінші рет атылған кезде шамалап қалып еді. Көз байлана бастағасын тұспалынан жаңылып, қаншалықты тесілгенімен нақты қай жерден атылғанын ажырата алмады. Терістік беткейдің бұта қарағаны қотыртайдың жонындай қадау-қадау қарайып, тым көбейіп кеткендей. Мөлшері осы тұс болар деп, қарсы беттегі шұбыртқан бір бұтаны нысанаға алып тартып жіберген. Өзі сақтық жасап, дереу орын ауыстырып, аршаның арғы шетінен сығалады. Бұл шамалаған бұтадан жоғарырақ жота үстіндегі қарағай тасасынан түймедей от жалт етті де, іле тарс еткен дауыс шықты. Арша басы дір етіп, бір уысқар жерге шашылды. Мынау жындымей, жауы мерген екен, мойындамасқа лажы қалмады. Қас пен көздің арасында бытырлатып майдан ашқан бұл мергеннің Ерофей емес екенін іші сезеді. Бұл білетін Ерофей алыстан мылтық атып, өзін бүйтіп әйгілемесе керекті. Ерофей жауымен әсте бет-бе-бет келмейтін, қапияда қылтадан шалатын жымысқының өзі. Мынау өзіне құдайдай сенетін әккі қарақшының қылығы. Тегі көптен иесіз жатқан соң біздің айлақты біреу иемденген ғой деп ойлады Қараман. Айлағында бөтен адам жүргенін көрсе, аңшылар аямайды. Шүкіршілік, Қараманның өз басы бұл ғұмырында бөтеннің ала жібін аттаған емес. Әйтсе де адамның төбе құйқасын шымырлатар сұмдықтың талайын естіген. Қақпанға түскен құндызды, тұзаққа түскен бұлғынды ұрлап, кәсіп қылатын алаяқтар да таулы өңірде баршылық. Ондай ұрыны сезіп қалса, ашынған аңшы еш нәрседен тайынбайды. Табанда атып салады. Соңынан оның сүйегін тайгадан итпен іздесең де таппайсың. Дәлелің жоқ, құн даулап, соттасып көр сосын. Тайганың өз заңы бар. Әрине, аңшы да көзін шел басқан қанішер емес қой. Алдымен айлағында жүрген бейсауат кісінің кім екенін біразға дейін сырттай бақылауы мүмкін. Албаты қаңғырған біреу болса, басынан шырқыратып мылтық атып, сес көрсетіп, айлағынан қуалайды. Оған көнбей жатсаң, өз обалың өзіңе. Ал мынаусы, алғашқы оқпен-ақ Қараманды мұрттай ұшырғысы келген қара ниет біреу болды. Әлде де татар дәмі бар екен. Шүкіршілік Құдай сақтады. Талдыбұлақтың арнасы кең. Мылтыққа алыстау соққан ғой. Кім болса да өзін оңай олжалағысы келген жауыз екені күмәнсіз. Қас қарайып, жұлдыз жамырағанша жауын аңдып, арша түбінде бұғып жата берген. Сосын бұл тірлігінен түн ішінде түк өнбесін түсініп, аяғына шаңғысын байлап, мылтығын асынып, тас күркеге қарай сырғи жөнелді. Тас күркеге түскеннен кейін ықтасын жартас табанындағы бір самырсынның түбін паналап, бұтақ жинап от жақты. Жүрек жалғап, бой жылытқан соң, аздап көз шырымын алайын деп еді, оның жөнін таба алмаған. Амал жоқ, от басында қалқиып, атар таңды көзбен атқызды. Түні бойы жапалақтап қар жауған. Қардың соңы әдеттегідей бұрқасынға ұласатын шығар деп еді. Жолға жиналып, Талдыбұлаққа жеткенше күннің арты шайдай ашылып кетті.
Аңғарды басынан орағытып, қарсы қапталға өтті де, кешегі мылтық атылған тұсқа барып із кесті. Жым-жылас, түнде белуардан жауған қалың қар дым көрсетпей басып тастапты. Бейне бір адам ізі бұл жерге 100 жыл бойы түспеген сияқты. Өмірдегі небір қылмыстар дәл осылай ізсіз кете береді-ау деп іштей күйінген болды. Жау кеткен соң қылышыңды тасқа шап деген осы. Мынау оқиғадан кейін бұл баяғыдай жалаңтөс батырлығын қояйын деген. Өйтсе де бір бұтаның түбінде бодаусы шіріп, ит пен құсқа жем боларын ұқты. Талдыбұлаққа соңғы рет айдың 2-ші тоғамында бір барып, аңғардың бойын 2 күн аңдып қайтқан. Ол жолы да дәнеңе тындыра алмай әншейін босқа сандалған еді. Бәрібір Ерофейдің айналып Талдыбұлаққа тағы бір соғарына өз басы шығар күндей сенімді болатын. Өйткені бұлақ құпиясы әзірге екеуіне ғана аян. Оны Ерофей де сезуі тиіс. Ондай құпияны қара қазақ пен қалың кержақ естіген болса, ендігісі бәрі қойдай өріп, сай жылғаны жағалап кетер еді. Мінеки, 2-ші жылға аяқ басты хабар естіп дүрліккен ел болмады. Ендеше басында миы болса, құпияның Қараманның көкірегінде ғана қалғанын Ерофей ұғатын шығар. Тас туралы әңгімені анада бірде Байсал шалға шым-шымдап сөз еткені бар. Шал жазғанның былайғы қызыл сөзге әуестігі жоқты. Аузынан жазып, сол кісіден ши шықпаса, иншалла құпия әлі де сол құпия күйінде. Ішіне қыл айналмайтын Ерофейдің өзі оны мақтанып біреуге айтып, сүйінші сұрай қоймас. Ауыл аймақ, ағайын жекжаттың сапырып жүрген қилы-қилы әңгімесі құр долбар ғана. Қараманның құлағы қияннан қиыстырған ондай өсек сөзден сасып бітті. Басы ауырып, балтыры сыздамағанның құдайда қандай шаруасы болсын. Ауыл қатындарының әлгіндей қызыл тілі өлімді де қысқа елдің қиырына, ұзын елдің руына жайып бітіпті. Қайсы бір қатынның, қай бір еркектің аузына қақпақ боларсың. Ақылы аздың азабы көп дейтіні тегі рас, деді аңшы күрсініп. Бір басыма үйілген осыншалық азап ақылдың арқасында келмеген шығар. Қос қолдап басын ұстады. Миын мың сан құрт кеміріп жатқандай сезініп, мойнын ішіне ала мықшия түсті. Спиртті бекер ақ ішкен екенмін деп өкінгендей болды. Бұл шеткізіп тыжырына түкіріп еді, түкірігі шашырап, сілекейі өрмекшінің жібіндей шұбатылып, өңірінде дірілдеп тұрып қалды. Күстенген алақанымен аузын сүртіп, обалына өзім кінәлі деді күңіреніп. Көз алдынан жабағы бет, жіпсік көз ауылдасы Ерофей елестеп өтті. Мазақ еткендей өтірік ыржияды. Неге ғана сен итке сеніп айттым екен? Даусы қырылдап, қаттырақ шықты. Үй бұрышында бұйыққан сырттан да маңқ етіп, орнынан атып тұрған. Бірақ аңшы бұл жолы оны аңғарған жоқ. Қос шықшыты лықылдап, у жеген бурыл бөрідей іштей аласырумен болды. Жал құйрығы келте қырқылған құлыным-ай, деді тағы күңіреніп. Әншейінде көзінен тамшы жас шықпай, шыбын жаны қиналып, безгек тигендей безеріп қалушы еді. Бұл жолы жас дегенің моншақ-моншақ сорғаладай дерсің. Көзінен жас шыққан соң сарайы ашылып, жерге шөке түсіп отыра кетті. Құныстанған кеудесі ұзақ уақыт селкілдеп тұрды. Таң саз бере атын ерттеп Бесатарды асынды да Талдыбұлаққа бастаған сыңар аяқ соқпаққа түсті. Мұның білетіні саумал иісті, сарала жапырақты ой күзінің жөні бөлек екен. Бұл шақта ой жерінің табиғаты барша бояуын сыртына теуіп, ұзатылар қыздай жасанып шыға келуші еді. Онымен салыстырғанда қырдың күзін жоққа балағандайсың. Балқарағай мен самырсынның жаздағы жасыл реңі аздап қара қошқылданады да, табиғат қанын ішіне тартып, тоң теріс сазара қалады. Ала жаздай тау алқымын тұмшалаған қорғасын бұлттар күзге қарай төмен түсіп, жер бауырлап жатып алады. Сосын тұманды тескілеп, күні-түні шіркей жаңбыр ұрады да тұрады. Мұндай ақ жауын үйдегі жанды ығыр етіп әлегін шығарса, түздегіні сүмелектей сүмпитіп жібереді. Талдыбұлақтан қайтқан жолында Қараман да бетінен бозағы шығып, осындай ақ жауынның астында қалған еді. Табиғаттың түнерген тұнжыр шағы аңшыға кәдімгідей ұнайтын. Сылбыраған жаңбыр, бозала тұман,
Сазарған сұп-сұр төңірек мұның да мазасыз көңіл күймен үндес келетін. Жаңбырдың артын күтіп, жолай бір бал қарағайдың түбін паналай тұруға да болатын еді. Бірақ ұзақ күтіп қалармын деген оймен мимырттап жылжи берді. Содан бейітті кезеңге жете бірақ тізгін тежеген. Күреңнің мынадай ит сылтыңымен жазатырға бүгін жетпесі белгілі болды. Бір жерге аялдап, аттан түсіп, от жағып жан шақырмаса, белден қайыра суық тигізіп, әнеу күнгідей күйге түсер тегі. Қараша үйде де күтіп отырғаны жоқ. Соншалықты желпілдеп бұл қайда асығады. Найзағайсыз ақ жауында көрінген самырсынның түбіне қорықпай-ақ қисая кетуге болады. Түнемелге самырсыннан гөрі балқарағай ыңғайлы әрі қауіпсіз. Балқарағайға жай түспейді. Сондай оймен бұтақтылау бір балқарағай ағашын іздеп тұр еді, есіне шайтантас түсе кеткен. Ел ішінде аңыз болып тараған шайтантас осы бейіттік кезеңнің терістік төрінде болатын. Қарадай делебесі қозып, дәл бүгін осы жұмбақ мекенді көріп қайтқысы келді. Аңшылықпен көз ашып, Алтайды 6 рет айналып шықса да, шайтантас жаққа ғұмыры жоламапты. Мынау ұлан өңірде өзі білмейтін құпия жоқтай сезінуші еді. Ендеше шайтантастан несіне сескене береді. Көңілі елегізіп, екі ұдай күйге түссе де, ат басын шайтантасқа қарай бұра берді. Баяғыда күн салып, осы шайтантасты алыстан бір болжағаны есінде. Сондағы көргені жақпар-жақпас тас қоржындаған шұбар беткей, найзаның ұшындай сойдақталған шың құзарлар. Қарағай самырсыны тас пен тастың жігін қуалап, шың құзардың иығына жармасып, қадау-қадау қарайып тұрды. Шайтантастың етегі терең шатқал екенде, тым төменде шағылды шұңқырдың ең түбінде дөңгеленген қап-қара көл көрінген. Шатқалдың тереңдігінен, көлдің көз суырғандай қаралығынан Қараманның жүрегі шайлыққандай болған. Жұрт әлгі көлде түп жоқ деседі. Жұрттың сөзі рас болса, беткейдегі жартастардың арасында нелер бір үңгірлер бар. Ол үңгірлерді шайтандар мекен етеді. Шайтанның даусын естідім деп, есіне алса көзі атыздай айналып шыға келетін шалдар ауылда әлі жүр. Әйтеуір, шайтантас туралы қорқынышты әңгімеге бұл жақтың еңкейген қартынан еңбектеген баласына дейін қанық. Сондықтан да болар, тау тентіреген аңшы да, жол шеккен жүргінші де осы бір үрейлі мекенді алыстан айналып өтісетін. Бұл болса, жанынан безгендей қағынып, сол қатерлі мекенге еңпен қағып тартып барады мінекей. Байғұстың жанының тәттісін-ай деп, өзін іштей қажап, мырс етті де атын шаужайлап қойды. Аянатындай менде не қасиет қалды деп ойлады сосын. Күбірлеп дұға оқып, жігерін қайрап, қаршығадай қомдана түсті. Ат тұяғы қия беткейге тиген кезде жүріс қиындап кетті. Шашын беткей, көшкін жыққан қарағайлар, сел домалатқан тастар көлденеңдеп жолды жиі-жиі бөгей берген. Біртіндеп жаңбырда тоқтады. Жаңбыр тоқтағанымен екі иіннен зілдей басқан қорғасын тұман сейілер емес. Аттан түсіп, жоғары төмен жүріп із кесті. Ақыры, төменгі бір тұстан таптанды көне сүрлеуді кезіктірген. Бұлан мен бұғының салған соқпақ екен. Атын жетелеп, сол соқпақты қуалап жүріп кетті. Орман ішінде жолсыз жермен жүру қиямет. Атыңның аяғын жаралап, болмағанда бұтаққа киіміңді жыртқызып, бетіңді тырнатасың. Білмейтін жердің ой шұқыры көп дегендей, мынау шайтанның мекеніне бұрын келмеген соң, жол таба алмай дағдарып қалды. Әйтпесе, қайсы тауда қандай сүрлеу барын, қай тұсқа қандай жолмен бару керектігін Қараман бес саусағындай білетін еді. Ол сүрлеудің бәрінде атам заманнан бері аңдар салып келеді. Тақтайдай тапталған тас соқпақтар бұғы мен бұландікі, қабан мен аюдікі. Ат тұяғы әзер сыяр сыңар аяқ сүрлеу жолдарды бұлғын мен қоян, сусар мен күзен салады. Әйтеуір жол екен деп көрінген сүрлеуге түсіп, бүлкектеп тарта беруге тағы болмайды. Өйте берсең, Алтайдың аң құсы үркіп, басқа жаққа ауып кетуі мүмкін. Ат тағасын сүріп, біреуін жол еткен екенсің, соныңнан жаңылма, өзгесін бүлдірме. Бұл да таудың жазылмаған заңы, тайга дәстүрі.
Сиреңкіреп барып орман таусылды да, аңшы сойдақталған қалың жартастың арасынан бір-ақ шықты. Осы арада аялдап төңірегін болжады. Сосын жоғарыдағы бойына үрей бұқтыра үңірейген қалқалы тасқа қарай өрмеледі. Атының ауыздығын алып, өзі де дамылдап құйрық басты. Сауырынан таспа тілгендей қарсыдағы күнгей беткейді қар көшкіні сойғылап тастапты. Жалпақ қаптал жырым-жырым. Әр тұста қылтанақтай қылтиып, енді бой көтере бастаған балапан шыршалар болмаса, күнгей бет тайдың терісіндей таптақыр екен. Шайтантастың сілемінде ала жаздай ерімеген ала қанат қар жатыр. Сірі табан сарғайған қардың бір ұшы сырғып келіп, оң жақтағы жартастың сауырын сипай тоқтапты. Қар кеуегі үңірейіп, ар жағында Әзірейіл жатқандай қараяды. Міне қызық. Үңірейген әлгі кеуек ішінен сылаң етіп, әлде бір қызыл түлкі жүнін төгілтіп шыға келген. Мылтығына ұмтылғанша болмады, мазақ қылғандай солтан қағып, жартасты асып жоғалды. Сайқал, деді аңшы басын шайқап. Қимасымен қоштасқандай соңынан телміріп ұзақ тұрды. Онсыз да қабағын түйіп, түнерген күн лезде қараңғылана бастаған. Асықпай аттың ерін алып, жартас желкесіндегі қоңырдан тепсеңге апарып арқандап қойды. Сосын ағаш арасынан бір құшақ қу бұтақ теріп әкелді. Тастың қалқасына от жағып, тоқымды төсеп, ерді жастанып, жантайып жата кетті. Пышақтың ұшымен шетіп, қоржындағы піскен еттің бір тілімін таңдайына басты. Тамаққа зауқы соқпаған соң, қалғанын ысырып былай қойды. Қоржындағы құман мен су қайнатып, сораптап шәй ішуші еді. Оған да тәбеті соқпады. Жартас иығынан күреңнің пысқырған үні естілді. Шайтантастың шайтандары қайда екен деп ойлады. Шодырайған, одырайған тарғыл тастар, жықпыл-жықпыл қуыстар, үңірейген үңгірлер. Айтса айтқандай-ақ, оншалықты оңды жер емес екені көрініп-ақ тұр. Жел соқпаса, шөп басы қимылдамайды ғой. Ел көрмесе, білмесе, осыншалық даурықтырып сөз етер ме еді. Төмендегі жалмауыз кемпірге ұқсаған жартастың самайына тырбия жабысып, мықыр балқарағай өсіпті. Шұңқырдағы қара көл бұл тұстан көрінбеді. Іздегені көл емес, шайтан болған соң, тас қалқасындағы жаңбыр тимес жылы орнынан тапжылмай жата берді. Мимырт жайылған күрең тағы да пысқырды. Жануар бірдеңені сезбесе не қылсын, пысқыра берді ғой деп ішінен күдіктеніп қойды. Аздан соң төңіректі қою қараңғылық тұмшалап алды. Жылтыраған оттан басқа ештеңе көрінер емес. Жанарыңа топырақ тығылғандай екен. Қараңғылық қоюланған сайын көлденең дыбыстар айқынырақ шыға бастады. Күреңнің пысылы, күреңсені бырт-бырт жұлғаны дәл қасында жүргендей-ақ естіледі. Әлде қайдан тыныштықты дар айырып, тау кіндігінен құлаған өзеннің сарыны талып жетіп тұр. Бұл отырған тастың төбесінен жорғалап кішкентай бір аң өте шықты. Шамасы отты қызықтап, адамды төңіректеп жүрген ақ кіс болар. Төмендегі арша арасынан тарғақ тарқылдады. Шайтантастан әзірге елең етер өзгеріс байқалмады. Қашаннан көріп жүрген Алтайдың қара түні. Бала жасынан осындай жұмбақты түндерді кереметтей ұнатушы еді. Түн тынысын тыңдай білсең, ол саған не бір қызық сырын ашады. Бойына қорқыныш ұялатқан осындай тұңғиық түндер Алтайдың ұлылығын ұқтырады. Тау басында қонған бүгінгідей ұзақ түндер мынау жалғанның кеңдігін пайымдатады. Аңшының өз басы бұл дүниеде тағы қандай елдің, қандай жердің барын біле бермейді. Алтай асып, арғы жағын көргені тағы жоқ. Бәрібір ағашынан бал, шөбінен сүт ағылған Алтайдан асқан жер бар десе сенбес еді. Жарықтық Алтай қазағымның әулие анасы ғой. Түгін тартсаң май шыққан айналайын Алтайға бұл қарамандай ынтық жан сирек шығар. Осынау бұла өлкенің тұрлаусыз өскен құланы етіп жаратқан тағдырға дән риза. Құдай біледі, басына іс түсіп, Ерафейдің әкесіндей ит жеккенге кетер болса, аштықтан емес, жалаңаштықтан емес, туған жерге деген сағыныштан өлетін шығар бұл сорлы. Алтай жері әсіресе маусым шыға үкілі ботадай елпілдеп, өзгеше жасанып шыға келер еді. Бұл кезде қырат қырқаны ойдымдап, қызыл ала күнгелі гүлі қаптап кететін.
Қызылала қалың гүл майда соққан қыр самалымен тербелген кезде дала төсі қызыл шоқтай құбылып, алаулап салушы еді. Ондайда көңіліңді нөпір шаттық кернеп, алақайлап қуанатынсың. Делебең қозып, далақ қағып, дала төсінде арлы-берлі шапқылайтынсың. Бірақ жер ананың үлбіреген мұндай нәзік шағы тым ұзаққа бармайтын. От болып өртенген бел-белестер бірер күнде өңін өзгертіп, тотияйындай көгеріп шыға келетін. Жел өтінде майда толқыған көгілдір дала ондайда ұшы-қиыры жоқ теңізге құсап кетуші еді. Көптен бері көңілден қашып жүрген тәтті қиялдар ұйқы шақыртып, от басында жантайып жатып мызғып кетті. Қанша уақыт ұйықтағаны белгісіз, құлақ түбінен шыңғырған ащы дауыстан шошып оянған. Не болғанын түсінбей, бауырына басқан мылтығын оңтайлап, алақтап айналаға көз жүгіртті. Түк көрінер емес, қара тастай анталаған қараңғы түн. Сәлден соң дәл қасынан сайтандай сақылдаған дүлей дауыс естілген. Қараман сасқанынан жатқан жерінен атып тұрды. Әлгі дауыстың ащылығы сондай, сай сүйегін сырқыратып жібергендей. Маңдайынан шып-шып тер шығып, жон арқасынан аяздай суық леп жүгіріп өтті. Сақылдаған үнді шың жартастар қағып алып, жаңғыра қайталап жатыр. Бісміллә, деді аңшы иманын үйіріп. Бірақ мұның бісмілләсін тыңдай қоятын мақұлық бұл жерде жоқ тәрізді. Бүйіріне балқарағай жабысқан төмендегі жартас жақтан әлдекім төбе құйқаны шымырлатып зарилей жөнелген. Біреулер қол аяғын сықырлатып, бұрап сындырып жатқандай еңірейді. Жылаудың арты сұңқылдаған өксікке ауысты. Ендігі бір сәтте әлгі үн күшікше қыңсылап қалды. Бұл дауыстардың бәрі жаңғырыққан кезде түн қапасы қақырап, қара аспан төсі дар айырылып кеткендей еді. Аңшыда зәре қалмады. Бісміллә деп қайта-қайта күбірлеп тас түбіне жабыса түсті. Жоғарғы жақтан тасты тасқа соққандай шақылдаған дауыс шығып еді, оның соңы темірді аралағандай шиқылға ауысып кетті. Долданған әлде бір алып мақұлық қаһарына мініп, шықырлатып тісін қайрап жатқан секілді. Жын шайтанның барына ендігі жерде аңшының ешқандай күмәні қалмаған. Сау басын шынымен ақ саудаға салғанын енді ғана ұққандай болды. Амал жоқ, өрекпіген жүрегін басып, бойына сабыр шақырды. Қалған құтқан ағаштың бәрін жинап теріп оттың үстіне тастады да, әр дыбысты қалт жібермей, мылтығын қолына қыса ұстап, арқасын тасқа тіреп тұра берді. Пышырлап жанған оттың ұшқыны әуелеп, қараңғы түнге инедей қадалып жатыр. Арада біршама уақыт тыныштық үй қалып еді, соңынан бүйір жақтан әлдекім таңдайын тақылдата жөнелген. Ол үнді іле қашқан шың жартастар да әлденеше қайталай тақылдап, тау үшін қорқынышты әуен күңірентіп жіберді. Сақылдаған ащы дауыс тағы қайталанды да, мұның дәл төбесінен шар етіп, әлдебір қара елес ағып өте шықты. Осы сәтті аңшы да қалт жібермеді. Жан дәрмен шүріппені басып қалды. Әлгі бәленің анадай жерге барып топ етіп құлағанын, қиыршық тастардың домалағанын естіді. Мылтық даусынан жаңғырыққан тау іші гуілдеп біразға дейін басылмады. Жартас жақтан жылқы кісінеді. Күрең емес пе? Бағанадан бері мініс атын тарс ұмытып кетіпті ғой. Ол неге үрікпеді, неге дауыс бермеді? Әлде жын шайтан жануардың аузы мұрнын буып тастады ма? Тағы да тым тырыс тыныштық орнаған. Оттың алаулаған жалыны кішірейіп, момақан ғана сытырлап, бұтақты кеміре жанып жатыр. Шеттегі бірер жаңқаны оттың ортасына қарай сиырып қойды. Әлгі құлап түскен мақұлықты іздеуге жүрегі дауаламады. Шайтанға оқ дарушы еді деп ойлады. Сұрқиялық жасап, қапияда қақпанға түсіріп жүрер. Құлақ түріп тыңдады. Төбе шашын тік тұрғызған жын ойнақ сап тиылған. Тегі шайтан екеш шайтан да мылтықтың кәрінен қаймығатын болғаны ғой. Осылай деп ойлауы мұң екен, жартас жақтан бірдеңе ырылдай жөнелген. Оның қасында біреулер наразылық білдіргендей быжылдап жатыр. Сосын тағы да сақылдап қоя берді. Тау мен тас қоса қабат сақылдап, қарқылдап, теңселіп кеткендей көрінген. 100 жерден мықтымсыса да, дәл осы жолы тірсегі дірілдегені рас еді. Сілекейі желім татып,
жұтқыншағынан түкірігі өтпей қалды. Самайының лықылын ендігі жерде анық сезді. Бисмиллахир-рахманир-рахим деді тілін кәлимаға келтіріп. Аяғы талып шыдамаған соң тас түбіне оңтайланып малдас құрып отыра кетті. Түн қараңғысын қақайырып ышқынған айқай, сұңқылдаған өксік, зар еңіреген, таңдайын қаққан, ашулана тісін шықырлатқан небір сұмдық дауыстар біразға дейін басылмады. Қараман қайтып мылтық атқан жоқ. Әлде бір зәрлі шайқасқа сақадай сайланып, қимылсыз отыра берді. От та сөніп, қызара жылтырап, орнында бір уыс шоқ қана жатыр. Жер жұтқандай күреңнен белгі жоқ. Шайтан мен жыннан мықты болып па, күреңін бағана садақа еткен. Ендігісі жылқы байқұстың құйрығын тасқа шаншып, өзін жіліктеп, талап әкеткен шығар деп те ойлады. Ырылдаған үн мен сықылықтаған күлкі таң сібірлей үхілдеген дауысқа ауысты. Аңшы елең ете қалды. Мынау үкі ғой деді таңданып. Бірақ оған әсте сенгісі жоқ. Көңіліндегі күдік оңайшылықпен сейілер емес. Тырп етпестен тас түбінде таңды қарсы алды. Қараңғылық шымылдығы түрле шайтандастың жын ойнағы да баяулап барып басылған еді. Күреңі иір самырсынның ар жағында жайбарақат жайылып жүр екен. Бейне бір түндегі сұмдық кезінде ол бұл арада болмаған тәрізді. Аңшы орнынан тұрып, екі аттап тастың қалқасынан шықты. Аяғы сіресіп, иығы құрысып қалыпты. Қол аяғын сілкілеп, қимыл жасап, бойына қан жүгіртті. Сосын түндегі атқан мақұлық есіне түсіп, мойнын созып, төмендегі тастардың арасын шолды. Көзіне ештеңе ілікпеген. Мылтығын асынып, аяғын сүйрете басып, солай қарай төмендеді. Мұның бағанағы жорамалы расқа шығайын деді. Жүні бұрқырап, жалпақ тастың үстінде шалқасынан бадырақ көз үкі жатыр. Түндегі атқан мақұлығы осы. Сенерін де сенбесін де білмеді. Япырмай, мұның зәресін алып, тау тасты басына көшіріп, қиғылық салған жын шайтаның осы болғаны ма? Міне қызық, естіген жұрттан ұятты тегі, масқарай десеңші. Ыза мен күлкіден аңшының екі ұрты дірілдеп кетті. Жүгенді іліп, сүйретіліп атына қарай аяңдады. Таудың бадырақ көз жаман үкісінен осыншалық қорыққанына жатып кеп жыны келген. Жоқ, мен өлімнен қорықпаймын деп ойлады артынша. Мен бір ғана дүниеден қорқамын. Кебінім жоқ, көрім жоқ, ақылымнан адасып, айдалада қаңғып қалсам қайтпекпін. Онда кегімді менің кім алмақ? Берідегі тайпақтау жартастың бірінің басына шықты. Жартас биігінде ызғырық ұрып тұр екен. Денесін қалтыратып жіберді. Қарсы алдында ақжал толқынды көк мұхитқа ұқсап, көгілдір таулар сілемдене созылып жатыр. Қиырына көз жетер емес. Етекте дөңгеленіп қара көл көрінді. Бұрынғыдай жүрек шайлықтырған сұсты емес, бұрынғыдай жұмбақты да емес. Алтай арудың мөлдіреген әдемі жанары сияқты көрінді. Өзі үшін ұлан өлкенің тағы бір тылсым құпиясының ашылғаны рас еді. Қараңғы сайдың етек тұсында терек өскен күнгей беттің барын бұрыннан байқап жүруші еді. Оқтаудай түзу әппақ теректерді көргенде сырғауылға жақсы екен деп іштей тамсанып қоятын. 3 күн сандалып, Талдыбұлақтан қайтып келе жатқанда есіне самаладай тізілген сол теректер түскен. Жол ұзақ, ұзақ жолда аңшы көп ойланып, көп толғанған. Ойдың түбі ақыры өзі де күтпеген бір оқыс шешімге әкеп тіреген болатын. Үйге келген күннің ертесінде балтасын беліне қыстырып, қалың терекке барды да шетінен сатырлатып қия бастады. Аянбай 2 күн тер төгіп еді, ат көпір сырғауыл дайындаған. Сырғауылды атпен тауға тасып, тағы бір күн әуреге түсті. Дамылсыз қимыл, ауыр жұмыс діңкелетсе де, ойына алған шаруаны тындырғанша асықты. Алдымен орман ішінен ұрымтал алаң таңдаған. Сосын ол жерді аттылы кісінің бойындай биік етіп, сырғауылмен қоршап шықты. Қоршаудың еңіс жағынан ені кез құлаштай есік қалдырып, есіктің бір жақтауын сырғауылмен жалғап түстікке, екіншісін батысқа қарай тартты. Бұл жақтауларды неғұрлым ұзартқан сайын ұтымдырақ боларын біліп, оларды сырғауылы жеткенше созды.
Ақыры аңғардың теріскей қапталы сатымен екіге бөлініп қалған еді. Сойқан іздеп төменнен өрлеген бұғылар жақтау сатыны жағалап есікке келіп тіреледі. Одан өтіп қоршаудың ішіне кірсе болды, есіктің тиегін сарт еткіз. Бұғы тар қоршаудың ішінде қамалып қала береді. Ойлап тапқан амалына өзі риза еді. Діттеген шаруасы жайландау деген кезде Байсалға барып қайтқысы келіп бір оқталды да, уақыттан ұтылып бара жатқанын ойлады. Кеше түнде арғы беттен тас пен тасты ұрғандай өрескел сартыл шыққан. Соған қарағанда бұғылар өзара кездесіп, жекпе-жек сойқанды бастап та кеткен сияқты. Не де болса бағын сынап, тәуекел мен тезірек іске кіріспесе кешігеді. Ал күйек өтсе, есіл еңбегі желге ұшып, сандалып босқа қаларын ұқты. Қас қарайып, жұлдыз жамыраған шақта екі итті шынжырлап байлап, атты арқандап, өзі мылтығын сүйретіп тауға өрледі. Қоршау сатының сырт жағына барып, бір топ тобылғының түбін паналады. Жел қашан да аңғар бойын қуалап, етектен өрлей соғушы еді. Сай бойымен өрістеген бұғы да былайғы бөгде сыбдырдан күдіктенбесе, адам иісін алуы мүмкін емес. Аңшы осы жағдайды қатты ескерген болатын. Ыңғайлы орынды сайлап алған соң, қолына бұғышақты алып, сырнайлатып 2-3 рет тартып жіберді. Сосын баспалап тың-тыңдап төңірекке құлақ түрді. Бұғышақтың үнін әдегеннен іліп әкетеме деп үміттеніп еді, меңіреу орман селт еткен жоқ. Осылайша әлденеше рет қайталады. Бәрібір елең еткен ешкім болмады. Табиғат тымырайып, түнгі ұйқысынан оянар емес. Қараманның күпті көңілін тегі кешіккен шығармын деген күдік жайлай бастады. Аптығып, арпалысқан жұмысы биылша адыра қалмаса не қылсын. Өстіп, екідай күйде таусылып отырғанда, үмітін жалғап, тым алыстан, түстік жақтан әлде бір бұғы сырнайлатып үн қосқан. Туғаны табылғандай қуанып кетті. Баяулатып бастап, көтере аяқтап, бұғышақпен тағы да дыбыс берді. Бірақ алыстағы бұғыдан жауап болмады. Неге екені белгісіз, ендігі бір сәтте ту сыртынан біреу төніп тұрғандай сезініп, арқасы бір түрлі мұздап салды. Мылтығын бауырына тарта бере соңына жалт қарады. Мүйізі шаңырақтай әлде бір бұғы сонадай жерде бұған үдірейе қарап, ескерткіш секілді қатып қалыпты. Бұғы құсап шақырған бұл қандай мақұлық еді деп таңданып тұрған тәрізді. Қулығын біреу сезіп қойғандай қуыстанып, аңшы шынымен састы. Сосын мырс етіп күліп жіберген. Бұғы селк етіп оқыс осқырынды да екі қарғып орман ішіне сіңіп кетті. Мынау бұғының келісі, қоршау сыртынан шықса да көңіліне шоқ тастап, үмітін шабақтағандай еді. Бұл тірлігінен бір нәтиженің шығарына сенімі арта түсті. Ауық-ауық бұғышақты тартып қойып, тобылғының түбінде жамбастап жата берді. Әредіктен соң жоғарғы жақтан тағы біреуі үн қосты. Әлгі алданған бұғы болар тегі. Қарсы қапталдан келесі біреуі белгі берді. Ай тас төбеге шыққан кезде бұғылардың бірін-бірі шақырған дауыстары әр тұстан естіліп, жиілей бастады. Күзгі орманның осы бір әдемі әуеніне бұл да үзік-үзік үн қосып отыр еді, етек жақтан тым жақын жерден әлде біреуі уілдеп қоя берген. Сығалап сырғауыл арасынан төменге көз салды. Қара құрықтанған қалың ағаш арасынан бірдеңені дөп басып ажырату қиын еді. Жиі тартып үркітіп алармын деген оймен біршама күтіңкіреп барып, бұғышақпен тағы бір рет дауыс берді. Сөйтті де жерге бұғып жата кетті. Тобылғының түбінен болымсыз саңылау жасап, төменге телміріп қимылсыз қалды. Бұғы сарғайтып көп күттірген жоқ. Қарауытқан қарағай ішінен қайқаң етіп шыға келген. Сырғауыл сатыны жағалап ашық жерге шыққаннан кейін жан-жағын болжап аз-кем аялдады. Сосын биші қыздай сырт-сырт басып, дәліздің бойымен есікке жақындаған. Қоршаудан секем алды ма, есікке жете бере көлденеңдеп кері бұрылып кетті. Аңшының жаны мұрнының ұшына келді. Қолға өзі түскелі тұрған олжадан қарадай айырылатын болды. Әттең, арғы жақтан біреу жасқап жіберсе ғой. Қашар жері болмай, қоршау ішіне өзі-ақ қойып кетер еді.
Бұғы бұл ойлағандай кері қарай қаша жөнелмеді. Айналасына маңғаз қарап қойып сырт беріп тұра берді. Өзін шақырған әлгіндегі дауыстың қайдан шыққанын іздеп тұрғанға ұқсайды. Сәлден соң мұрнын шүйіріп аспанға көтерді де, 2 рет сырнайлата созып дауыстап жіберді. Үні құлақ жарардай ащы екен. Соны күткендей аңшы да бұғышақты аузына апарып болар-болмас белгі берген. Бұғы мүйізін бір шайқап, ырғала басып қоршау ішіне кіріп кетті. Әй, өзің де сабаз екенсің. Шөп арасымен жорғалай жылжып, қоршауды орағытып есікке жетті. Алдын ала дайындап қойған шолақ сырғауылдармен есікті бекітіп тастады. Қоршау ішіндегі бұғы пысқырынып жер тарпиды. Алдына барсаң, жаншып тастардай айбатты. Оқыс үркіп, қоршауды қиратып кетер деген оймен бұл жерде көп аялдамады. Мылтығын қолына алып, сай табанындағы үйіне қарай емпеңдей жөнелді. Әлде бір үлкен істі тындырғандай көңілі көтеріңкі еді. Жалғасы бар.